Сәлеметсіздер ме? Global Trend компаниясының аса қадірлі серіктестері. Бұл видеода сіздер жеке кабинеттен ақшаны шығаруға заявканы қалай дұрыс берілетінін көресіздер. Бірінші қадам бұл әрине сайтқа, кейін жеке кабинетке кіру. Барлығы әдеттегідей ID мен парольді теріп кіре береміз. Жеке парақшаларыңыз шыққан соң кошелекқа кіреміз. Өздеріңіз көргендей кошелек бізде екеу, основной және бонусный. Егер бір аптада сізде ақша түсіп, сіз оларды шығармасаңыздар, олар бонусныйдан основнойға өтеді. PV ешқайда кетпейді, олар жинала береді өздеріңіз шығармағанша. Қазіргі уақытта менде қараңыздар бонусныйда ғана бар 10 PV. Мен соны шығарым кеп тұр, енді соны шығарамыз. Бұл доступна дегенге қарайсыздар. Доступна 10 PV, бонусный да 10 PV. Енді шығара береміз. Вывести монеты дегенді батырманы басамыз. Кейін қараңыздар, сумма в PV дегенде PV-де қанша теңге шығарылыңыз келеді, соны жазасыздар. Мен 10 PV-ні шығарам. Система өзі санап береді. Міне 10 PV 3000 теңгеге тең. Енді ең бастысы комментарий к выводу. Мұнда сіздер біріншіден өздеріңіздің 20 сандық айбан шоттарыңызды жазасыздар. Немесе Каспий банктан, немесе Халық банктан. Екіншісі, өздеріңіздің иындарыңызды жазасыздар. Бұл міндетті түрде. Сосын құжат бойынша толықтай аты жөніңізді жазасыздар. Сосын төртіншісі, ең бастысы, егер сіздер пенсияда болсаңыздар, инвалид болсаңыздар, немесе жеке кәсіпкер болсаңыздар, оны міндетті түрде жазасыздар. Пенсионер болсаңыздар, пенсионер деп жазасыздар. Инвалид болсаңыздар, инвалид, сосын қай группаға жатасыздар, соны жазасыздар. Инвалид первой группы, второй группы, үшінші топ бар. Сосын соңғысы жеке кәсіпкер. Жеке кәсіпкер болсаңыз, ИП-ңіздің толық атын жазасыздар. Соның барлығын комментарийде жазған соң, вывести дегенді басасыздар. Бухгалтерлеріміз оны көріп, сіздердің заявкаларыңызды қабылдап, сіздердің шоттарыңызға жібереді.